Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен брокколи және цветной капуста қосылған дәмді ерекше салат жасаймын. Ең алдымен цветной капуста мен брокколиді жуып тазалап аламыз да, артық жерін кесіп алып тастаймыз. Қайнап тұрған суға бір ас қасық тұз салып, брокколиді 3 минут қайнатып аламыз. Судан шығарып аламыз. Келесі кезекте бізде цветной капуста. Цветной капустаны біз 5 минут аралығында пісіріп алуымыз керек. Бұл салатқа тәтті бұрыш, сәбіз, қияр және де қызанақ қосамыз. Алдымен бұрышты ұсақтап турап аламыз. Сәбізімізді дәл видеодағыдай етіп, сүргіштен өткізіп аламыз. Енді бізде қияр мен қызанақ. Мен қиярды осылай тураймын, қызанақты ұсақтап тураймын. Екі штук чеснок және де петрушка. Барлығын ұсақтап турап шығамыз. Мұнда мен брокколидің ірі бөліктерін 3-4 бөлікке бөлемін. Бір шай қасық паприка, тұз, кориандр, бұрыш қосамыз. 5-6 қасық зәйтүн майынан қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, ыдысқа саламыз. Бұл өте дәмді салат. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Салат дайын, ас болсын.